Сәлем достар, сіздермен бүгін осындай қысқа арналған заморозкаларды жасайтын боламыз. Қараңыздаршы, өте сұлу әдемі болып шыққан. Ал менімен бірге болыңыздар. Бисмиллах деп бастаймыз. 2 лимон, алма, жалбызымызды алып, жақсылап жуып алып турайтын боламыз. Лимонымызды алып, осылайынан 3 бүршек қылып турап алатын боламыз. Жұп-жұқа қылып тураймыз. Дәнегін алып тастайтын боламыз. Осындай болады. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Қазақ контентінің дамуына үлестеріңізді қоса отырыңыздар, достар. Менде осындай пайдалы ақпараттармен сіздермен бөлісе отырамын. Осылайынан лимонымыздың екеуін де осылай кесіп алып, ыдысымызға салып қоятын боламыз. Алмамызды да керек емес жерлерін алып тастап, дәл солай қылып, бұны да турайтын боламыз. Достар, сіздерде таңқурай не болса, соны сала беріңіздер. Менде алма мен лимон болды, жалбыз болды. Басқа да көкөністерді салсаңыздар, өте әдемі болып шығады сіздердің шайларыңыз, мохитоларыңыз. Осылайынан барлығын жұлып, таяқшаларынан ажыратып алатын боламыз. Барлығын осылайынан кесіп, бір келкі қылып кесіп, жапырақтарын алып тазартып алатын боламыз. Одан кейін бұны да бір шетке алып қойып, бізде силиконовый ыдыстар бар. Жаңағы пирог пісіреді, кекс пісіретін, соған салып шығатын боламыз. Барлығын бір келкі қылып салып аламыз. Көп-көптен салсаңыздар болады. Мен мына жерде барынша көп салуға тырыстым. Осылайынан жапырақтарын жұлып алып тастасаңыз, өзіңізге ыңғайлы болады қатқанға да. Осылайынан барлығын салып алатын боламыз. Жемістерімізді үстінен әдемі қылып, бір келкі қылып теріп шығатын боламыз. 2 штук, мен мына жерде 2 штук лимон, 2 штук алмадан салып отырдым. Сіздер басқа да өнімдерді, мандарин, апельсин барлығын сала берсеңіздер болады. Клубника да салсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Барлығын осылай бір келкі етіп салып алып, үстінен су құятын боламыз. Қыздар, менде бұл жерде фильтрдегі су, таза су. Сіздерде фильтр болмаса, қайнатып, мұздатып құю керек, қыздар. Ыстықтай құюға болмайды. Мұздатып, содан кейін азғантай-азғантайдан толтырмай құйып шығатын боламыз. Барлығына бірдей қылып, толтырмай құйып шығатын боламыз суды да. Одан кейін кешке жасасаңыздар, азанда қатып дайын болып тұрады сіздерде. Мен де осылай түнде жасап қойып, азанда алдым. Барлығына бір келкі қылып, азғантайдан, аз-аздан құйып шығамыз суды. Осылайынан тоңазытқышқа салып тастаймыз. Мінекей, менде осындай сұлулық пайда болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Бибайша. Кездескенше сау болыңыздар.